Баршаға салем достар, сіздермен спорт жаңалықтары. Видеоны басымас бұрын каналға подписация болып лайк басуды ұмытпаңыздар. Майк Тайсон денсаулығы сыр бергенін хабарлады. Аса ауыр салмақта әлемнің абсолют чемпионы болған Майк Тайсон денсаулығы туралы айтып берді. Менде кейде іші аз, жүйке ауруды болып тұрады. Соңғы кездері көп қайталанып жатыр. Ауруым қозған кезде мен тіпті сөйлей алмай қаламын. Қазіргі уақытта бұл менің баста ауруым, бірақ қазір жағдайым жақсы, дейді Тайсон. Айта кетейік, 1985 және 2005 жылдары аралығында ол 58 кездесу өткізіп, 50 кездесуді жеңіске жетіп 5 мәрте жеңілген. UFC президенті Головкин мен Канело айқасының төмен сатылымының себебін айтты. UFC президенті Дана Уайт қазақстандық Геннадий Головкин мен мексикалық Саул Канело Альварес трилогиясында төмен қаралымға қатысты пікір білдірді. Белгілі болғандай, көптен күткен айқасты небәрі 550-575 мың адам үйінде жеке тамашалау үшін трансляцияны сатып алған. Бұл жекпе-жек осында 4 жыл бұрын өтуі тиіс еді. Көрермендерге сол кезде қызық болады. Трилогия тым кеш өтті, дейді Уайт. Еске салайық, Головкин мен Канело арасындағы алғашқы жекпе-жек 2017 жылы тең есеппен аяқталды. 2018 жылы реванш және трилогияда көршілер жеңісті Альвареске берді. Сіздермен спорт жаңалықтары болды. Лайк басып, подписация болуды ұмытпаңыздар.